Оралып енді келмейді, ол сөзге жаным сенбейді. Көзілсем мені бесікте, елесі ғана тербейді. Кеудемде қайғы толған мұң, жыр арнап әркез толғандым. Анасы барлар бақытты, бақытты мен де болғанмын. Иә, өлеңде сарғайған сағыныш, мөлдір мұң, зор қимастық бар. Бұл біздің жан сарайымыздың бүгінгі көрінісі. Жан дүниеміздегі қайғы, жүрегіміздегі шер, уақыт өте басылар. Мынау қабырғадағы, ұялы телефондағы естелік суреттермен жұбанармыз. Жансыз бейнеңіз сәлде болса көңілімізге медет болар. Бірақ бәрібір аяуланамызбен өткізген сәттер өміріміздегі ең бағалы, ең ғажайып күндер болып қала берер анық. Анасы барлар қартаймайды. Осынау сөздің түйінін түсінгендей болғанымызбен бүгін ғана ой сүзгісінен өткізіп, мағынасына терең бойлағандаймыз. Шынында да біздің өміріміз анамызбен бірге және анасыз күндер болып екіге қақ жарылды. Мынау жалғанды мәңгіліктей көріп, өмірге жүрдік еркелеп. Алайда ауа райының алай-дүлей күрт өзгергені сияқты қуаныш пен күлкіні тыятын оқиғалар болады екен. Біз де аяқ астынан жанымызға жақын, дүниедегі ең қымбат аяуланамыздан айырылып, тағдырдың үкіміне көнуге мәжбүр болдық. Кеудеміздегі шер, жүрегіміздегі сағыныш асыл анамызды бақилық деуге қимайды. Күні кеше ортамызда жайраңдап жүрген абзал жан, ардақты анамыз, немере жиендерінің шөбересінің сүйікті әжесі Қалекеш Ұлықпанова 78 жасына қарар шағында өмірден озды. Өзіңізбен бірге кешкен ғажап күндер енді естелікке айналып шыға келді. Қалекеш Ұлықпанова Атырау облысы Мақат ауданында дүние есігін ашты. Рош Шеркеш бөлімі Сақау. Әкесі Хакім мен анасы Күміс қарапайым шаруа адамдары. Екеуінің отбасында апасы Сағима, ағасы Құмар, өзі және сіңлісі Гүлнар өмірге келген. Анамыз отбасы жағдайына байланысты еңбекке ерте араласты. Небәрі 15 жасында Мақат ауданындағы қоймада қызмет етті. Кейін корпоративте оқу оқып, дүкенші болды. Осы саладағы ұзақ жылғы еңбегімен зейнетке шықты. Асыл анамыз қызметімен қатар отбасының да берекесін арттырып отырған аяулы жан еді. 1972 жылы әкеміз Амангелдімен тұрмыс құрып, Ұлықпановтар әулетіне Кердері руына келін болды. Өмірге Алмат, Абат, Алмагүл, Асхат, Айбат есімді 4 ұл мен 1 қыз келді. Әкеміз Газпромда шофер болып, отбасын асырауды мақсат тұтты. 20 жылдық жұбайлық ғұмырларында ата-анамыз бір-бірін адаспай тапқан. Бірі бас, бірі мойын болып, бірлік асқан, берекесі тасқан, отбасын құрған. Ұлы мақсат сапарындағы қиындықтарды жеңуде қол ұстасып, тілек біріктіріп, хас тұрған берік жібет. Әттең, әкеміз 1993 жылы 51 жасында өмірден озып, отбасындағы бар салмақ ауыртпалық анамызға түсті. Ол балалар үшін барлық қиындыққа төзді. Шаршамат, талмат, әр қайсының жарқын болашағы үшін күресті. Бүгінде балалары бір-бір үйдің иесі. 5 рулы елмен құдандалы болып отырған ақ жарқын анамыздың төбесі көкке жеткендей еді. Өкініштісі, арамыздағы бір тал гүліміз Алмагүлдің небәрі 30 жасында ерте дүние салғаны біздің әсіресе анамыздың жанына қатты батты. Оның артында қалған Ақнұр, Айдос есімді жиендерін өзі бағып, жүрегінің жылуын берді.
Ұл-қыздарына аяулы болған Қалекеш анамыз елге де ұнады. Кіршіксіз мейірімі туған туыстарына, жекжат жұрағатына жетіп жататын еді. Үйіндегі бар дәмін келгендердің алдына аянбай тосатын пейілі дархан, мейман достығы бір бөлек еді-ау. Дастарханы жиналмас, ас суы дайын тұратын қолы ашық жан еді. Үйіне келгенге жайылып төсек, жазылып жастық болатын. Бір үйдің ғана емес, ағайынның, айналасының анасы болған асылдығы, ізеттілігі әрбір ісінен айқын көрінетін. Көңіл таба білуі де көрегенділік. Көпке бірдей мейірімділігі жүрегінен төгіліп тұратын. Құрдас ұжымдастарының ортасында белсенді, түрлі туған күн, мерейтой сынды думандардың жақсы өтуіне ұйытқы болып жүруші еді. Даланың дархан болмысын бойына сіңірген анамызды аулайма қарасы қадір тұтты. Ағайынның арланасы, көптің сыйлы қариясы болды. Сіз барда әр күн көктемдей қуаныш еді жайнаған. Жан едіңіз тірліктің сан қазанда қайнаған. Асқағың ана мейірлі, жылтқан жанды әр сөзің. Бал екен, бақ екен сонықтық, сізбенен өткізген әр күн. Тірліктің мәнін кіргізген әр сәтің біз үшін мереке. Ана жан, сізбенен айнала болушы еді әрдайым береке. Үйрендік жақсыны өзіңнен, телегей теңіз ғой тәлімің. Шынымен кеттің бе мәңгілік, сен алмай жүрміз ғой әлі күн. Бір қалыпта тұрады ма тіршілік, кейде күліп, кейде аласың күрсініп. Алла берген сағат тіл айналып, кеш батады, таң атады күн шығып. Елмен қатар жүргеннен соң күн көріп, қалсам дейсің барлығына үлгеріп. Әр күніңе жоспар құрып алдыңда ақ қағаздан жасап қойдық күнделік. Арманына жету үшін расында ал сенімді серік етіп қасыңа. Пенде болып жер бетіне келген соң нелер кетіп, не келмейді басыңа. Алға бассы екен дейсің жұмысым, мазасыз ой ұрлады ойдың тынышын. Еш нәрседен, еш уақытта қорықпа, сен себебі жаратқанның құлысың. Жаратқанды жей алсаң есіңе, сәтсіздіктен сескенесің несіне. Сенің анаң құрсағында жатқанда Алла өзі жазып қойған несібе. Көңілімізді жұбататыны Қалекеш Лұқпанова ел қатарына қосылған перзенттерінің қызығын көрген бақытты ана болды. Олардан өрбіген 13 немере, 2 жиен, 1 шөберенің шадыман шаттығына бөленіп жүрді. Абзал ананың ұмытылмас қасиеті де, өсиеті де, өзіне тұрғызған ескерткіші де осы болса керек. Жаныңыз пейіште шалқысын, аяулы жар, қамқор әже, асыл ана.